Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге осындай барлықтарымыздың да фикустарымыздың астындағы жапырақтарының барлығы осылай түсіп қалып жатады, міне өстіп ұзын болып төбесінде осындай қылып жапырақтары қалады. Соның астындағы мына бүршіктерін қалай ояту керек, соны мен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мен мынандай цитокининовая паста деген мынандай мазь сияқты мынандай паста бар екен. Қазір осыны, бұл негізі гормональный, бұны көп жағуға болмайды. Бұның тек астыңғы бір-екі мына бүршіктеріне ғана жағып көремін қазір. Сосын егерде ол оянып өсіп жатса, ол кезде тағы бір видео түсіретін боламын. Енді бұны енді қиюымыз керек біз. Қазір қиып, сосын басқа кішкентайлау ыдысқа салып қоятын боламыз. Міне, енді осыны мен мынандай ыдыс дайындап қойдым. Сол ыдысқа қазір салып қоямын да, тоңазытқышқа салып қоямын. Сосын керек уақытында пайдалануға болады. Енді осындай астында жапырақтары түсіп қалып жатқан гүлдер болса, осы майзды пастаны пайдалансақ болады екен. Қазір мынаның аузын жауып қоям. Мынаның ішінде қалған қалдықтарымен қазір бүршіктеріне жағып көреміз. Көріп тұрған шығар, көріп тұр ғой. Міне, мына жеріне жағамын. Көрейік. Бұл негізі гормональный дейді. Бұны көп жағуға болмайды екен. Бұны тек екі-ақ бүршікке жағу керек екен. Енді мына астыңғы бүршікке жағып көрейік. Міне мен екі бүршікке жақтым, астыңғы және үстіңгі бүршікке. Енді көрейік. Егерде бүршіктері оянып, жапырағы шығып жатса, мен сіздерге тағы да видео түсіріп көрсететін боламын. Мына өсіп келе жатыр, мына жерден жапырақ шығады. Негізі барлықта фикустардың осындай несі түседі, жапырағы. Сондықтан да соның жапырағын әдемі форма жасау үшін біз осы цитокининовая пастаны пайдаландық. Енді результатын көретін боламыз. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарийға өздеріңіз осы цитокининовая пастаны пайдаланасыздар ма? Сол туралы айтып кетсеңіздер, өздеріңіздің білгендеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар жақсы болар еді. Сау саламатта болыңыздар.